Мехраб KZ ислам ақпараттық ағарту порталы ұсынады. Имам Әл-Қудуридің Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша дәрістер жинағы. Ұстаз Ерғали Алпысбай. 13-ші дәріс. Хайыз. Алхамдулиллахи Раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ванфa'на бима алламтана иннака аля кулли шайин кадир. Аллахумма ла сахла илля ма джа'алтаху сахла ва анта тадж'алул хазна идha ши'та сахла. Амма бa'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша кезекті фиқ сабағын жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Бабул хайд, хайызға қатысты үкімдер. Хайыздың не екендігі белгілі. Қазақша айтқан кезде етеккір. Етеккірге қатысты шариғаттың бекіткен үкімдері бар. Бұл үкімдерді білу өте маңызды. Себебі етеккірге қатысты әйел кісілерге, көбіне әйел кісілерге қатысты шектеулер бар. Сонымен қатар бір қатары, бұл шектеулердің бір қатары да ер кісілерге қатысты. Мысалы, ер кісілер етеккір кезінде жұбайларымен жақындасуына болмайды. Сонымен қатар етеккір кезінде ер кісілер жұбайларына талақ бере алмайды. Сондықтан да етеккірге қатысты үкімдерді, жалпы етеккірдің не екенін білу, шариғат тұрғысынан берілген анықтамаларды, үкімдерді білу өте маңызды. Жалпы хайд сөзіне ғалымдарымыз мынандай анықтама береді. Хайд, яғни етеккір дегеніміз балиғат жасына толған, сырқат емес, жүкті емес және менопауза болмаған әйел кісілердің жатырынан бөлінетін, яғни әйел кісілердің жатырынан белгілі бір уақыт аралығында бөлінетін қанды етеккір хайыз деп атайды. Ал енді кітабымызға тоқталайық. Ақалул хайдуй саласату айямин ва лаялиха. Бірінші кітабымызда етеккірдің келетін мерзімін айтып жатыр. Етеккірдің екі мерзімі бар. Біріншісі қысқа мерзімі, ең қысқа мерзімі, екіншісі ең ұзақ мерзімі. Яғни етеккірдің ең қысқа мерзімі мен ең ұзақ мерзімін анықтайды. Етеккірдің ең қысқа мерзімі ақаллул хайди саласату айямин ва лаялиха. Етеккірдің ең аз мерзімі саласату айямин 3 күн ва лаялиха 3 түн, яғни 72 сағат. Егер етеккір келген уақыттан бастап, басталған уақыттан соңына дейін 72 сағатқа шейін келетін болса, 72 сағат аралығында келетін болса, ол етеккір болып саналады. Фама нақаса мин залика фалейса би хайдин. Ал егер бұдан кем келсе, мысалы етеккір келді, 1 күн, 3 күн, 3 түнге жеткен жоқ. 1 күн 1 түн келді, немесе 2 күн келді, 2 түн келді. Одан кейін келмей кетті ары қарай. Демек, 3 күн 3 түнге жеткен жоқ, 72 сағатқа жеткен жоқ. Демек, бұл етеккір емес. Сондықтан да фама нақаса мин залика, осы 3 күн 3 түннен аз келген қан фалейса би хайдин, ол хайыз емес дейді. Хайыз болып есептелмейді. Ва хуа истихадатун. Ол не? Етеккір болмаса ол не болуы мүмкін? Ва хуа истихадатун. Ол истихада деп аталатын қан. Яғни ол мезгілсіз келген қан. Ва аксарул хайди 10 айямин ва лаялиха. Ал енді етеккірдің ең ұзақ мерзімі қанша? Яғни ең көп дегенде бір келген кезде қанша уақытқа дейін созылуы мүмкін? Етеккірдің ең ұзақ мерзімі ва аксарул хайди 10 айямин 10 күн ва лаялиха 10 түн. 10 күн 10 түнге созылса, бұл етеккірдің ең ұзақ мерзімі болып есептеледі.
фамазада аля залика, егер етекір келген кезде 10 күннен асып кетсе, фахуа истихадатун, осы 10 күннен ары қарай келген қандар истихада қаны болып есептеледі. Яғни етекірге жатпайды. 10 күнге дейінгілер хайыз қаны, етекір қаны, ал 10 күннен кейінгі келгендер олар истихаза қаны болып есептеледі. Етекір қаны мен истихада қаны екеуінің үкімдері екі түрлі. Бұларды кітабымызда кейінірек айтады. Демек, етекірдің ең қысқа мерзімі 3 күн 3 түн, ал ең ұзақ мерзімі 10 күн 10 түн. وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُمْرَةِ أَوِ الصُّفْرَةِ أَوِ الْكَدْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا. Етекір келген уақытта, етекірдің мерзімі уақытында басында келген бөлінген сұйықтық қып-қызыл қан болып келуі мүмкін. Ол кейін етекірдің соңғы уақытына жақындаған кезде түсі өзгеруі мүмкін. Міне осы етекірдің мерзімі уақытында, мерзімі кезінде қызыл түсті болмаса да, яғни қызыл түсті болса, ауил суфрати немесе сары түсті болса, ауил кадрати немесе бұлыңғыр түсте сұйықтықтар бөлінетін болса, фи айямил хайд, хайыз күндерінде, басқа уақыттарда емес, тек хайыз күндерінде осы бөлінген қандай түс болса да, қызыл түс болса да, сары түс болса да, бұлыңғыр түстегі сұйықтық болса да, бұлардың барлығы етекір уақытында келгендіктен етекірге жатады, хайызға жатады бұлар. Фахуа хайдун, бұлар хайыз болып есептеледі. Хатта тарал баяда халисан, мөлдір сұйықтық бөлінгенге дейін осы етекірдің уақытында келген бөлінген сұйықтықтардың барлығы, яғни барлығы дегенде қызылы, сарысы және бұлыңғыры, бұлардың барлығы етекір болып есептеледі. Етекірдің қысқа мерзімін айттық және ұзақ мерзімін айттық. Ал енді осы етекір келген уақытта әйел кісілерге жалпы шариғатта қандай шектеулер бар? Сол шектеулерге тоқталады. Яғни бұл шектеулерді біз харам деп атаймыз. Етекір кезінде харам болып табылатын амалдар. Олар қайсылары? Біріншісі, уәл хайду юсқиту анил хайди ас-салата. Уәл хайд, хайыз, юсқиту анил хайди, хайыз келген әйелден мойнынан түсіреді ас-салата, намазды. Яғни етекір келген кезде әйел кісі намаз оқымайды. Намаз оқу міндеті оның мойнынан түседі. Бұл жай түсіп қана қоймайды. Егер әйел етекір келген уақытта намаз оқимын деп өз қалауымен оқимын десе де оқуына болмайды. Себебі бұл уақыттарда намаз оқу харам болып табылады. Неге? Өйткені етекір келген кезде әйел кісілер ғұсылдары болмайды. Етекір ол ғұсылды бұзатын нәрсе. Ғұсыл алған күнде де етекір келетін уақытта ол ғұсыл дұрыс болып есептелмейді. Демек, әйел кісіде денесінде рухани тазалық болмайды. Яғни намаз үшін талап етілетін тазалық болмайды. Сол себептен тазалық болмағандықтан ғұсылсыз күйде намаз оқу ол харам болып табылады. Кез келген адам, егер ол адамның ғұсылы жоқ болатын болса, менің жүрегім таза деп, намаз оқимын деп, таза күйінде ғұсыл алуға мүмкіндігі бола тұра, бірақ ғұсыл алмай намаз оқитын болса, бұл амал харам амалға жатады. Сондықтан да етекір келген әйел кісі, ол кісінің тазаруы, яғни ғұсыл алса да тазаруы мүмкін болмағандықтан, етекірдің уақытында намаз оқуы харам болып табылады, және бұл намаз оқу олардың мойнынан түседі, міндеттілігінен түседі. Және етекір келген кезде қандай шектеулер бар тағы? وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمِ. Етекір келген кезде әйел кісіге ораза ұстау да харам болып табылады.
Мысалы, Рамазан айы келген кезде әйел кісілер етекірі келіп қалса, етекірі келген уақыттан бастап ораза ұстауды тоқтатады. Себебі ораза ұстау үшін әйел кісілер таза болулар шарт. Яғни етекірден және нифастан, нифастың не екенін өтеміз. Оны да нифас кезінде, етекір кезінде әйел кісілер намаз оқи алмайды, сонымен қатар ораза да ұстай алмайды. Бірақ Рамазан айында етекірге байланысты ұстай алмаған оразалардың қазасын кейін өтейді. Рамазан айы уақыты өткеннен кейін, әйел кісінің де хайызы тоқтағаннан кейін таза уақыттарында Рамазан айында ұстай алмай қалған оразалардың қазасын өтейді. Бірақ етекір кезінде оқымаған намаздардың қазасын өтемейді. Намаздың қазалары өтелмейді. Себебі намаздың қазалары көп болып кетеді. Мысалы, ойлаңыз, әйел кісі 5 күн бойы етекірі келгеніне байланысты намазды оқымаған кезде 5 күннің намазы жиналып қалады. Ал сол 5 күн қаза болған намазды, солардың қазасын өтеу әйел кісіге қиындық туғызады. Ал Рамазан айы, ол Рамазан оразасы, ол жылда бір мәрте келетін болғандықтан, оның қазасын өтеуде ешқандай қиындық болмайды. Сол себепті оразаның қазасын өтейді, бірақ намаздың қазасын өтемейді. Және әйел кісілерге тағы қандай шектеулер бар? Әйел кісі етекір келген кезде мешітке кіре алмайды. Сол сияқты Каабаны тауаф ете алмайды. Тауаф жасай алмайды. Билбейти, Каабаны. Мысалы, қажылыққа барған болатын болса, немесе омраға барған кезде әйел кісілердің етекірі келіп қалатын болса, тауаф құлшылығын жасауына болмайды. Тауаф құлшылығын жасау үшін ғұсылы керек және дәрет керек. Ғұсылы болмайтын, етекір келген кезде әйел кісілерде ғұсыл болмайды, сондықтан оларға мешітке кіруге болмайды. Өйткені Кааба ол мешіт харам, мешіттің ауласында, мешітке етекір кісі кіре алмайтын болғандықтан, сонымен қатар тауаф ғибадатын өзін жасау үшін тазалық, яғни дәрет, ғұсыл шарт болғандықтан, осы себептерге байланысты әйел кісі тауаф құлшылығын жасай алмайды. Сонымен қатар тағы бір шектеу, етекір келген кезде әйел кісіге жұбайы жақындаса алмайды. Яғни етекір кезінде ер мен әйелдің жақындасуына тыйым салынады. Сондықтан да етекірдің уақытын білу өте маңызды. Осындай харам амалдарға түсіп қалмас үшін етекірдің қай уақытта келетінін, қанша уақытқа созылатынын, қай уақытта тоқтайтынын білу маңызды. ولا يجوز لحائض ولا لجنوب قراءة القرآن. Сонымен қатар тағы да қандай шектеулер бар? ولا يجوز لحائض, хайыз әйелге мына нәрселер рұқсат етілмейді. ولا لجنوب, сонымен қатар хайыз әйелмен бірге жүніп кісіге. Жүніп кісі ғұсылы жоқ. Жұбайымен жақындасқан, немесе ұйықтап жатқан кезде ұрығы бөлініп, жүніп халге келген, немесе ояу кезінде болсын, жыныстық мүшесімен ойнаудың нәтижесінде ұрығы бөлініп кеткен кісіні жүніп деп атайды. Осы жүніп кісі, хайыз кісіге мына нәрсе рұқсат етілмейді. Қираатул Құран, Құран кәрім оқу. Құранды оқу. Дәретсіз кісі Құранды ұстай алмайды. Жүніп адам да Құранды ұстай алмайды. Бірақ дәретсіз кісі Құран оқи алады, жүніп адам және хайыз кісі Құранды оқи алмайды. Демек, жүніп хайыз адам Құранды оқи да алмайды және оны ұстай да алмайды. ولا يجوز لمحدث أن يمس المصحف. ولا يجوز لمحدث. Жаңа айтқан мәселеміз келді, міне кітапта да айтылып жатыр. ولا يجوز لمحدث. Мухдис дәретсіз кісі. Дәретсіз кісіге рұқсат етілмейді. Ән ямассал мусхафа,
Құран кәрімге қолын тигізуі. Яғни дәретсіз кісінің қолын Құранға тигізуі рұқсат етілмейді. Илля ән яхузаху би ғилафихи. Егер Құранды қаппен ұстайтын болса, оған рұқсат етіледі. Илля ән яхузаху, егер оны ұстайтын болса, би ғилафихи, қабымен ұстайтын болса, онда рұқсат етіледі. Енді бұл жерде қабымен дегенде ғалымдарымыз, егер кітапқа жабысып тұрған қабы болатын болса, онда ол кітапқа жабысып тұрған қаптың өзі Құраннан саналады дейді. Оның өзі Құран болып есептеледі. Демек, Құранға жабысып тұрған қаппен Құранды ұстауға болмайды. Ал егер Құраннан ажырайтын қап болатын болса, мысалы бір матамен, немесе басқа да бір затпен соның сыртын орап Құранды ұстауға болады дәретсіз кісіге. Сонымен қатар жүніп, хайыз кісілерге де сыртымен, яғни қаппен ұстауға болады. Ал тікелей дәретсіз кісі де, жүніп, хайыз кісі де Құранға қол тигізе алмайды. وإذا انقطع دم الحائض لأقل من 10 أيام لم يجوز وطئها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل. وإذا انقطع دم الحائض لأقل من 10 أيام. Етекірі келген әйелдің хайызы 10 күнге жетпей тоқтап қалса, 10 күннен аз уақытта тоқтап қалса, лам яджуз уатуха, ол әйелмен жақындасуға болмайды. Күйеуіне, ол әйелмен күйеуіне жақындасуына болмайды. Қашанға дейін? Хатта тағтасила, әйел жуынбағанша, яғни ғұсылын алмағанша. Егер бір әйелдің хайызы, етекірі 10 күнге жетпей жатып тоқтап қалса, мысалы ең азы 3 күн дедік қой, 5 күнге дейін келді, 5 күннен кейін тоқтап қалды, 10 күнге дейін жеткен жоқ. 5 күннің ішінде тоқтап қалған болса, 10 күнге жетпегендіктен бұл әйел ғұсыл алмағанша күйеуі онымен жақындаса алмайды. Ау ямдия алейха уақту салатин камилин. Немесе етекірдің тоқтағанына бір намаздың толық уақытындай уақыт өтпегенше күйеуі онымен жақындаса алмайды. Яғни етекірі 10 күнге жетпей тоқтап қалған әйелмен күйеуі тек 2 жағдайда ғана қосыла алады екен, кітабымыз бойынша. Біріншісі, 10 күнге жетпей қалса, әйел ғұсыл алған болатын болса, онда жақындасуына болады. Немесе ғұсыл алмаса да, бірақ сол тоқтаған уақыттан бастап бір намаздың уақыты толық өтетін болса, бір намаздың уақыты толық өткеннен кейін қосылуына болады. Ол кезде ғұсыл алмаса да қосыла беруге болады. Себебі ғұсыл алғаннан кейін әйел толық тазарған болып есептеледі. Хайыздан толық тазарған болып есептеледі ғұсыл алған кезінде. Ал ғұсыл алмаған болатын болса, бірақ бір намаздың уақыты толық өткен жағдайда, бұл бір намаздың уақытының толық өтуі хайыздың тоқтағандығының нақтылығын білдіреді. Хайыздың тоқтағаны нақты болмағанша күйеуі онымен жақындаса алмайды. Сол себептен де кем дегенде егер ғұсыл алмаса, бір намаздың уақыты толықтай өтуі тиіс. Уайнин қата'a дамуха. Ал егер әйелдің хайызы келген, етекірі келген әйелдің қаны тоқтаса, ли 10 айямин, 10 күнге жетіп, басталғаннан 10 күнге шейін келді, 10 күн болған соң тоқтап қалды. Мұндай жағдайда жаза уатуха қаблал ғұсыл. Күйеуі онымен ғұсыл алмай тұрып жақындасса да болады, рұқсат етіледі. Әрине, тазалық тұрғысынан ғұсыл алып, содан кейін жақындасқан жақсырақ. Бірақ шариғаттағы үкіміне тоқталатын болса, егер әйел кісінің етекірі 10 күнге жетіп тоқтаған болатын болса, бір намаз уақыты өтпей жатып болса да, күйеуі жұбайымен ғұсыл алмаса да жақындасуына болады. Себебі бұл жерде әйел мен күйеуінің жақындасуына тыйым салынған нәрсе не еді? Ол хайыз еді.
яғни етеккірдің келуі жақындасуға тыйым салынған еді. Ал етеккір тоқтады, 10 күн болды, ең ұзақ мерзімі 10 күн, 10 күнге жетті, 10 күннен кейін енді етеккір келмейді. Олай болатын болса, әйел кісі тазарған болып есептеледі. Хайыздан, етеккірден тазарған болып есептеледі, етеккір одан кейін келмейді. Демек, осыдан кейін күйеуі онымен жақында берсе болады, жақындаса берсе болады. Оған шариғат рұқсат етіледі. Бірақ мұстахаб, яғни ең жақсысы бұл жердегі ғұсыл алғаннан кейін барып жақындасуы, ол құптарлық амал. وَالطُّهْرُ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ فَهُوَ كَالدَّمِ الْجَارِي. وَالطُّهْرُ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ. Хайыз мерзімі уақытысында арада қан келмеген күндер болса, хайыз басталады, одан кейін 1 күн, 2 күн, 3 күн келді. 3 күн келгеннен кейін 4-ші күні ешқандай қан келген жоқ. 1 күн бойы қан келмей қалды. Сосын 5-ші күні қан тағы да келді. Енді 3-ші күннен кейін 4-ші күні ешқандай қан келмеді. Осы арада қан келмей қалған күн болды. Осы күн қандай күнге жатады? Таза күн деп есептейміз ба, әлде хайыз күндеріне жатқызамыз ба? Яғни таза күн дейтін болсақ, бұл уақытта әйел кісі ғұсыл алып, сол күннің намаздарын оқуы тиіс. Ал егер бұны қан келмеген, арада қан келмей қалған күнді хайыз күні деп есептейтін болсақ, қан келмесе де, онда әйел кісі бұл күнде намаз оқымауы керек. Сонымен қатар күйеуі онымен жақындаспау керек, және басқа да шектеулерді сақтауы тиіс. Осындай сұрақ туындауы мүмкін. Сол сұраққа беріліп жатқан жауап: хайыз мерзімі уақытында арада қан келмей қалған таза күндер болатын болса, ол таза күндер таза күндер, арада келген таза күндер кәддамил жәри, сол күні қан келмесе де қан келіп жатқан болып есептеледі. Яғни етеккір күніне жатқызылады ол. Сондықтан да ол күнде әйел кісі намаз оқымайды, және күйеуі онымен жақындаспайды, және сонымен қатар басқа да шектеулерді ескеруі тиіс. وأقل الطهر 15 يوما ولا غاية لأكثره. وأقل الطهر тазалық күндерінің ең азы. Тазалық күндері дегеніміз, бір хайыз келгеннен кейін хайыз тоқтайды, келесі хайыз келгенге дейінгі аралық әйелдің таза болатын уақыттары. Мына осының ең азы қанша? Мысалы, бір етеккір аяқталғаннан кейін келесі етеккірге дейін кем дегенде қанша күн өтуі тиіс? Уақалу тухри, бір етеккір келгеннен кейін келесі етеккір келгенге дейінгі аралықта болатын таза күндердің ең аз мерзімі 15 яуман, 15 күн. 15 күн. Уала ғаята ли аксарихи, бұның шегі жоқ. Енді бұны түсіндіріп өтейік. Мысалы дейік, бір әйел кісінің хайызы келді, етеккірі келді, тоқтады. 15 күн өтпей жатып, 10 күннен кейін тағы да қан келді. Ол қанды не деп есептейміз? Хайызға жатқызамыз ба, әлде басқа нәрсе деп есептейміз ба? Бұл қанды хайыз деп есептемейміз. Неге? Өйткені бір хайыз келгеннен кейін келесі хайыз келем дегенше кем дегенде 15 күннің өтуі шарт. Олай болатын болса, бір хайыз кеп тоқтағаннан кейін келесі хайыз келем дегенше 15 күнге жетпей жатып қан келетін болса, әйел кісі оны хайыз деп есептемейді, оны мезгілсіз келген қан, яғни истихада қаны деп есептеп намаздарын оқи береді. Уала ғаята ли аксарихи, бір хайыз келгеннен кейін келесі хайызға дейін болатын арадағы таза күндердің ең қысқа мерзімін айттық, 15 күн дедік. Бірақ ең ұзағының шегі жоқ. Бір келгеннен кейін ары қарай мүлдем келмеуі де мүмкін. Немесе
бір келгеннен кейін ол 6 айға шейін, 9 айға шейін созылуы мүмкін. Мысалы дейік, бір мәрте етекір келді, ол келгеннен кейін әйел кісі жүкті болды, жүктілік 9 айға шейін, әдетте 9 айға шейін созылатынын есептейтін болсақ, демек 9 ай бойы әйел кісіде етекір келмейді деген сөз. Сонымен қатар, бір келгеннен кейін мүлдем өмірінің соңына шейін келмей қалуы да мүмкін. Сол себептен де ең қысқа мерзімі бар. Бір хайыз келгеннен кейін келесі хайызға дейінгі аралық таза болатын күндердің мерзімі 15 күн, ал бірақ одан ұзағының шегі жоқ. Құрметті бауырлар, бүгінгі сабағымызда осы жерде аяқтаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.